Мен қасымдағы арудың есімі Жайна, Манчжурия ұлты. 4 жылда қазақ тілін үйреніп алған. Қазір Алматыда Әл-Фараби атындағы университетте журналистика факультетінде оқиды екен. Бүгін Таңшолпанда қонақта болды. Сәлеметсіздер, менің қазақша атым Жайна, Қытайдан келдім. Қазір Казну Әл-Фараби университетінде халықаралық журналистика мамандығына үйреніп тұрмын. Осы жерде бұл жыл тұрамын. Сіздерді танысқаныма өте қуаныштымын. Қазақ тілін үйрену қиын болған жоқ па сізге? Алдымен қиын екен, бірақ өйткені мен қазақ тілін өте жақсы көремін, сондықтан ақырын бойымдан жақсарды. Не себеп болды қазақ тілін үйренуіңізге? Қазақ тілін білетін адам аз екен, сондықтан мен болашақта қазақ тілін білетін адамдар керек деп ойлаймын, сондықтан осы мамандығын таңдадым. Кейбір еліміздегі қазақ бауырларымыздың өзі өз тілін білмей жатқанда, мен ойлаймын, мінекей өзге ұлт өкілінің қазақ тілін үйренуге деген мына талпынысы, қызығушылығы қандай дәрежеге жеткізіп отыр. Сондықтан да өз бауырларымыз кейде тілді білмей жатқанда тыңда да қысыламыз. Сізге рахмет. Рахмет.